Қазақ тілі. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты. Берілген тақырып бойынша және сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта, алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау. Тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу. Сөйлеу барысында қолдану. Негізгі туынды зат есім, сын есім, етістікті анықтау. Бірінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, тапсырмаларды орындайсың. Берілген сөздерді мағынасымен сәйкестендір. Ақ сөзі қандай мағынада? Тура мағынада ма, әлде ауыспалы мағынада ма? Қалай қолданып тұрғанын жаз. Аузы аққа тию. Тура мағынада ма, әлде ауыспалы мағынада ма? Ақ кесемен ұсыну. Тура мағынада ма, әлде ауыспалы мағынада ма? Мәтіннің мазмұнына сәйкес сөйлемдерді белгіле. Екінші тапсырма. Мәтіннен бір негізгі және бір туынды сын есім тауып жаз. Негізгі сын есім, туынды сын есім.